Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Эдикима. Бүгінгі видеода біз ешқандай Майнкрафт емес, ешқандай ойын ойнамаймыз. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай мен видеоларына монтаждайтын айтатын боламын. Қалай монтаждайтын. Егер лайк, комментарий басатын қой. Лайкты 15 лайкқа жасасаңыздар, мен қалай программаны превращать айтатын боламын. Бүгін мен қазір бірінші монтаждан бастамақшымын, яғни қандай программамен монтаждаймын. Ал біз сонда сіздерге удача тілеймін. Видеоға отырып, нормально ыңғайланып отырыңыздар. Егер білмейтін болсаңыздар, осы видеоны қараңыздар. Сіздерді жарты сәтте өтуге болады. Ал біз онда видеоға кеттік. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Достар, міне енді бастамастан бұрын міне осындай юкат ба, сондай бір не бар, приложение. Тура үш жазсаңыздар шығады Play Marketке. И үстіп кірсеңіздер, оған осы плюсік тұрады. Осы плюсікті басасыздар, новый деп тұрады, соны басасыздар. Өзіңізге керемет бір не таңдайсыз, бір видео, мысалы мынау, бұл емес. Мысалы мынаны таңдайын да, міне. Осы мысалы, осын таңдадым міне. Ал енді қалай? Яқты өте қойыларыңызға болады неше түрлі. Мысалы мен фильтр ол мынандай. Яғни осындай түсін өзгертеді деген сияқты ғой енді. Мысалы мен қандайын қойын? Мынандай жарығын қоям, міне осындай. Осы жарығын қойдым, міне фильтр қойылды. Яқа музыка қойсақтар болады достар. Мен қазір музыка қойайын, қазір күте тұрыңыздар. Музыкты басасыздар, и все, болды, міне қараңыздар енді қалай болған. Міне көрдіңіздер, егер сіздер музыканың үстін басып, дауысын өзгертулеріңізге болады. Мысалы мен 200-ге апартсайым, енді қатты шығатаны бұрынғыда тағы да үйретейін сіздерге. Мынау, текст деген, ол, жазасыздар бір бәле. Мысалға, каналға тіркел, міне. Яқта, олардың фонтын өзгертуге болады, яқта оның түсін өзгертуге болады, қараңыздар. Мысалы, мен өзім жақсы көретін түстерім бірі, ол жасыл. Яғни жасыл. Осы шақылды қоя салайық. Мына этитек деймін, осында артында тұрады. Мына из прозрачный қылдыруға болады аны кішкене. И сошына ширин. Мынау не екен достар? Қазір бұны қара түске қойсаға дейме кетеді. Мына қара түске қойдым. Мына этитекті дегенде аптысай салайық, ол керек емес өше. Болды. Мына тени дегенге енді қатты керек емес болай. Енді мынау галочканы басамыз. Вот, все достар, міне шықты. Енді қараңыздар. Болды, міне. Ал енді достар, стикер деген ол, неше түрлі, мысалы, стикерлі қойылыңызға болады деген сияқты. Мысалы, міне нақта бар. Бүкілін қойсақ болады. Нақта бүкілі бар кәдігіндей. Мысалы, мен наны қойын. Мынаны қойын, мысалы, мен. Естіп қойын нақа. Болды. Нақа қойын. Ой, ефтігідік. Болды. Енді мен наны қойын осы жерге естіп. Енді смайлик алайын да, осыны осы жерге қойын. Болды, галочканы басамыз. Енді болды. Енді қараңыздар. Мен осын бір минусы осындай көп боп тұрады, мынандай айналу, енді күтесіздер. Ал енді скорс деген ол, видеоның скорсы. Мысалы мен 2-3-ке қойын. Ал енді қараңыз осы.
Кешегі күлген адамдардың бәрі көкке керетінін білгем. Ертең бүгін бәрі басталып жүптен. Мына көрдіңіздер ма? Мына жақта задний фон бар, ол задний фон, короче, оны ютубтың таңдаймын мен әрқашан болдым міне. Өздеріңізге басқа фон таңдауларыңызға болады, енді осы. Міне достар, бүгінгі видео осындай болды, сіздерге пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Бұның тағы неше түрлі нелері бар, способтар, бірақ оны бәрін айтамын демекші. Яғни өте көп не болады. Уақыт өтіп кетеді. Мысалы, мен қазір осы видеоны 5 минут чектім, оның бәрін айтсақ, короче, 11-12 минутқа жеткізтаймын. Ал енді осы видео go. Короче, 15 лайк жатсақ. Және канал тіркелуді ұмытпайық, достар. Сау саламат. Әйтпесе, достар, бұл видеоны жасап болсам, мына сохранить деп тұр. Осы сохранитті бір басасыздар. И жақта өздеріңіздің бір қанша качество, қандай высокое качество бар, средний, низкое бар. Өздеріңіз білесіздер. Ол менің видеом емес түсірген, достар. Мен бір кланда түсірген. Ал, сау саламат болыңыздар.